Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен алмадан осындай керемет пирог жасаймыз. Тағы да оны шарлотка деп атайды. Бізге бөлме температурасында тұрған 3 жұмыртқа керек. Жақсылап миксерлейміз көпіргенше. Қантымызды салып, тағы да миксерлейміз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Ванилин мен қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап миксерлеп, енді ұнымызды саламыз. Міне, қамырымыз дайын, енді формаға құямыз. Қамырымызды екіге бөліп құямыз, азғантай бөлігі астына, қалғаны үстіне. Менде мұнда тәтті алма, енді қамырдың үстіне жақсылап жайып шығамыз. Енді екінші масса қамырымызды алманың үстіне құямыз, жақсылап жабамыз алманы. Қалауларыңыз бойынша осылай алманы кесіп, әдемілеп қойсаңыздар болады. Енді бұл пирогымыз қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта піседі. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Мен қант ұнтағы сахарная пудра септім. Иісі де дәмі де өте керемет болып тұр. Жасап көріңіздер, ас болсын.